Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо. Бүгінгі менің выживаниема қош келдіңдер. Бүгін бізде Аурлендтің 18-ші бөлімі достар. Бүгін достар біз дегенде мен қазір достар осы жерге алдында мен тау фермасын жасаған болатынмын. Соның қасына қора салған болатын. Соның қасына достар мен осындай бір орынды қалдырып қоям деген болатын. Мен қалдырып қойдым. Енді достар мен осы жерге мен видеоның артына достар балық фермасын жасайтын болам достар. Балық фермасы қалай десеңіздер, жалпы қазір сізге көрсетемін. Жалпы сіздер білесіздер қалай балық фермасын жасауды. Ал білмейтін көрермендер болса, до конца көреміз, өте қызықты болады. Қазір мен соны қазір салатын боламын. Так, бүгінгі сіздерге рахмет. Алдыңғы бөлім үшін сіздерге қатты ренжідім. Өткен достар, неге дейсіздер ма? Менің арнамда активіміз шамалы құлап бара жатыр жаймен деп. Сондықтан давайте достар көтерейікші, менің көңіл күйімді түсірмей, давайте достар комментар жазайық. Так, бізде мына жерге ханның жаңа жылға сыйлығы дейді. Вау дейді. Так, бұл сыйлықтың ішінде охо керемет, яғни 4 алмаз. 4 алмаз. Как раз маған осындай эндер жемшік керек еді достар. Мен осындай эндер жемшік керек еді. Өйткені мен көп жинап жүрмін. Өйткені достармен бірге жақында жаңа жылда бірге дракон порталына баратын боламыз. Яғни айтқанда іздеп баратын боламыз. Так, енді бізде көрермен тақтасын бірін тезірек оқып кететін боламыз, сосын ары қарай салатын боламыз балық фермасын. Так, бізде міне осыншама көрермендеріміз түсіпті. Алдыңғы бізде активіміз түсіп кеткен. Жалпы білмеймін мен не үшін түсіп кеткенін. Сол кезде мені ең күшті менің тұрақты көрермендерім, таза досы, достойны көрермендерім жазыпты. Сендерге үлкен рахмет, көріп отырсаңдар, қолдауларыңа рахмет. Енді біз қазір аттан оқып кететін боламын. Так, енді міне алмазын тақтағам достар бір көрерменіміз түсіпті. Өйткені өте керемет өзінің комментін жазған. Сондықтан енді маған ұнағаны осы сарбаз. Мен дарбаз деп қойдым, ренжімеш. Менің андай клавиатурамда қате кетті, аны жазып жатқанда ренжіме. Так, бізде сахари сарбаз. Так, енді бізде келесі үзім татаса еді Алтынбекұлы. Магажолай, Free Fire. Так, керемет красавчиксіңдер. Алтын тақтасында Сюзан Виртовский, сосын бізді железі тақтасында Нұрасыл, Зако Майнкрафт, Ахан Юты, Ерко Казах, Йоло Кизет және Go Kill. Сендерге үлкен рахмет. Сіздердің қолдауларың арқылы мен осы бөлімді шығарып өтдім. Өйткені сіздерге алдында мен 120 или 130 лайк жинап тастай аламыз деп айтқан болатын. Бірақ соны жинамасақ та мен сіздердің қолдауларыңыз арқылы мен келесі бөлімді шығарып отырмын. Так, енді біз қазір мен ана жерге сундук, сундукты мен қойып қойдым. Оның ішінде сол балық фермасын жасайтын заттарды мен дайындап қойдым. Бізге міне бір шелек су, сосын железный плита, сосын железный люк, сосын бізге бір доска керек, сосын ағаштың дубовый, сосын нотный блок. Нотный блокты білмеймін, үшін сәндік үшін ала салдым. Сосын дубовый забор, воронка және бір сундук. Және де так, бізге бір сундук емес, 2 сундук керек болады. Сондықтан біз қазір асындыратын боламыз. Так, біз қазір керек емес заттарды салып тастаймыз. Жалпы достар керек емес наның бәрін есеп тастағанмын. Пісіп кеткен ба барлығы қазір. Бұны көрдіңдер ма? Менің авто фермаларым. Бізде бір ферма, 2, 3-ші ферманы салайын деп жатыр. Айтпақшы, менде скелет фермасы бар емес па? Так, менде енді ферма дейін көбейіп бара жатыр. Нақта. Дейміз да, мұна сандыққа так саламыз. Так, енді мен қазір жүгірейін. Так. Так, начны заттарымды салып тастаймыз. Керегіміз заттар мынау. Так, болды. Болды? Басқа зат керек емес. Так, енді достар. Так, енді. Қазір қараңға батып кетейін деп жатыр. Сондықтан біздің өзімізге бір төсегіміз алып аламыз, Так, барайық. Жерге енді өте үлкен орын, бірақ мен қазір кішкентай қалып саламын. Так, енді мен қазір бір төсегім қойып қояйын. Сосын қазір мына заттар, керегіміз заттар деп қоямыз да. Бізге әрине кирка керек болады. Кирка керек емес әзірге. Так, енді біз қазір бізге топор керек болады. Топорды сындырамыз да, болды. Так, мына заттарымызды алып аламыз. Деп. Енді біз қазір өзімізге бірінші не керек болады? Күрек керек болады. Так, біз қазір ұйықтап алайық. Уже қараңғы міне болды, күн батты. Так, ұйықтап алайық бірінші. Так, күтейік. Так. Болды. Так, енді біз қазір бір ойбай.
Так, мына жақта астында мен жамап тастасам болатынмын. Так, бізде бір қателік. Так, енді мен қазір қалай не істесем болады екен, а? Так, мен қалай салдым мына жақтан? Опа. Мынау емес па? Так, мен қазір көрейін достар. Так, бізге қазір топырақ керек болады, сондықтан мынаны былай жамап жіберейік. Так, жамап жіберсек, мына жерге саламыз, достар. Так, опа. Болды, енді міне осы жамап салайық. Болды. Так, енді осында 4 осында жерді сындырдық. Так, 4-еу. Енді біз қазір 2 сундукты осы жерге қоямыз. 1-еу, 2-еу, міне 2 сундукты қойдық. Енді 2 сундукты қойғаннан кейін мына жерге қасына варон қоямыз жабыстырып, міне. Так, воронка жабыстырма. Болды. Так, енді воронканы жалғадық. Енді воронка жалғаннан кейін, так, енді бізге мынау опа. Сосын достар, мына жерде удочкалар, яғни айтқанда қармақтар, балық аулайтын, осы үшеуін дайындап қойдым. Кейін мен қазір зачарованный столға барып, достар, үстелге барып, мен зачарованный ететін боламын. Так, енді дамытатын боламын. Сосын кейін андай балықты тез алу үшін енді бізге керек қой, енді жалпы тез удача керек бізге. Так, енді мына жерге мен нотный блокты қоямыз. Нотный блокты қойдық, сосын бізге бір доска қоямыз. Сосын бір доска қойғаннан кейін, так, бізге бір забор керек болады. Мына заборды мына воронканың үстіне қоямыз. Міне қойдық. Сосын достар, үстіне железный плитаны қоямыз. Так, хоппа, болды. Так, бірақ железный плитаның аты басқаша деп шығып тұр. Так, енді железный плитаны забордың үстіне қойдық. Сосын забордан мына дубовый доскаға былай хоп-та жақындатып қоямыз. Енді болды, достар. Енді астына бір суды қоямыз. Болды, міне көрдіңдер ма? Воронкамен осы забордың осылай шет жағына шифтта отырып, осылай су құйдық. Енді бізде осындай дайын болды. Так, суын ала салайыншы ана жерге. Так, мен қазір мына жерден опа, мына жақтан суларды кетіп тастайыншы. Так, суларды кетіп тастау керек бізге, қараңдар. Так, хоп. Так, енді бір жарыққа осылай қоя салайық. Міне осылай алып жасадық. Қазір мен суды қайтадан қоямын. Мысалы, міне осы жерге shiftпен осылай суды қоя саламыз, болды. Енді бізде дайын, Сосын ары қарай біз не істей аламыз? Так, ары қарай біз осылай балық аулай саламыз, а? Так, осылай балық аулауға болады. Так, осылай балық аулай береміз, а? Так, балық түсе ме екен, а, достар? Хоп. Білем, достар, қазір көру керек. Қазір примерно, достар, біз енді осы балық фермасын тизер жасадық. Енді күту керек, достар. Өйткені мен ютубтан қараған кезде, достар, көбісі 1-2 сағат күткен болатын. Содан кейін барып, так, өздеріне пайда түскен болатын. Яғни айтқанда, опа, мен кімді көрдім? Эндерменді көрдім бо. Яғни айтқанда, достар, сондай заттар түскен, балық, кітап, анау-мынау, енді судан түсетін заттар түскен екен сандыққа. Сондықтан қазір біз оған дейін біздің қазір қармақ бізде осындай 3 қармақта дайындап қойды жасап. Так, енді бізге заттар бізде толып тұр. Бізде алмаз қалмаған. Ебать, алмаз қалмаған ба не? Алмаздың барын құртып тастаған ба? Вообще. Ё-мае, достар, прикиньте. Дым алмаз қалмаған ба? Көрмей тұрмын жин алмаз. Так, енді мен қазір не алатынын ұмытып қалдым. Не алатыным дегенде мынандай лазурит алып алайық. Сосын біз қазір мына жаққа лазуритімізді қоя алмаймыз, иә? Так, қойылмайды. Бірінші біз қазір мына удочканы қоямыз, одан кейін барып осын қоя саламыз. Так, бізде прочность біреу дейді да. Так, бізде 28 уровень треба деп тұр. Өйткені менде неше уровень? Так, бізде 37 уровень болады. Біз 3-ші уровень көтереміз. Прочностьті опа көтердік. Енді біз оны қосу үшін де, так, көрейікші нақтан везучий рыбок. Опа. Бұны да ала салайық, везучий рыбокты. Опа. Сосын 3-шісін көрейік. Бізде прочность дейді. Так, бұл да прочность 3, так, болды, достар, керек емес. Так, енді мен қазір мына жақта мен бір удочканы қоя салам да, мына жерде 2 удочканы бір-біріне қосамыз. Қараңдар. Опа, не? Прочность 3. Так, прикиньте, қара. Ебать, қараңдар, достар. Прочность екіншісін көтерген кезде прочность 3 дейді да. Одан кейін везучий рыбаққа 2-ші уровень қосқан и приманка 2 уровень қосқан. Керемет. Онда біз оны мына жерге ремонтқа қоспайық, достар. Қоссақ не болады екен, достар? Қазір уровень қосам екен.
жоқ, уровень вообще бір онда тұрады екен. Онда біз қазір яқтағы үшінші уровендегі удочканы тастаймыз. Та енді бізде мына қатты қылып дамытты удочкамызды, зачарать етіп, бізде прош 3, везучий рыба 2, приманка 2 болды, әдемі. Енді біз қазір везучий болуымыз керек, өйткені заттарымыз тез түсу үшін мына авто фирмасын, авто дегенде балық фирмасында, балық фирмасы өте кішкентай болғанымен де, достар, біз енді кейін кейін енді қазір бір плит алып алу керек, дамытып. Так, біз қазір көрейікші. Ойбай. Хоппа. Отырып аламыз да. Осылай қоямыз ба? Так, осылай қоямыз да, ары қарай күтетін боламыз осылай. Так, балық түсе ма, түспей ма, мен білмеймін, достар, көру керек. Так, енді келесі қазір мен пауза қоямын, достар, өйткені 30 минутта немесе 1 сағатта күту керек, содан кейін барып мен результатын көрсететін боламын. Так, достар, мен примерно 10-15 минуттай отырдым. Так, бізде балықта осылай шыға береді. Удочкамызды қазір осы забормен плитаға осы ортасына лақтырдық. Так, осылай шыға бастайды. Так, енді қазір сундукты ашып, опа, міне жабылды. Енді аламыз да, опа, балық ішіне түсті. Так, бізде міне сундукта 11 сыры треска, яғни айтқанда балық түсті, 11 балық, сосын андай гнилая плота түсті, сосын игло брюх, мына отравление, осындай домалақ бас түсті бізге. Так, достар, бізде мына ферма орындалды. Так, сіздерге тағы да көрсетіп кетейін, қалай алып жатқанымызды. Мысалы, люк жабылып тұр, бұл люк жабылып тұрған кезде біз балық аулай алмаймыз. Сондықтан қазір мен осы люк қазір мен жақындап, осында тура ортасына лақтыратын болам. Қазір көрсетейін сіздерге. Оппа, лақтырдық. Бізде міне люк ашылды. Міне қазір енді балық түсе ме екен, балық қай уақытта түседі екен, бізде бір 10 секундта күтейік ал. Так, көрейік. Түсе ме екен, Так, күтеміз, достар, міне достар түсті и аламыз. Міне достар, бізде міне 12 балық осылай түсе береді. Міне көрдіңдер ма? Осылай алай береміз. Та енді достар, бізде бұл ферма орындалды. Міндетті түрде достар, лайктарыңызды басыңыздар және де комментарий жазыңыздар. Келесі бөлімде қандай ферма салу керек соны жазып кетіңіздер. Ал енді мен қазір достар, бұл ферма енді кішкентай болып қалды. Соны қазір бір шамалы сәндеп жүретін боламыз. Бұл ферма не үшін салды десеңіздер, достар, мысалы мен балық аулайтын болсам, если мен балық аулауым келіп бара жатса, мен неққа келіп уақытымды құртып, осылай отпаймын, достар, осылай балық аулап. Сондықтан, достар, енді қасында бір өзен жоқ, мысалы өзеннің қасында андай рыбалка, андай балық аулайтын жер салайын деген, бірақ достар, бізде енді қасымызда көл, теңіз деген нәрсе жоқ. Сондықтан енді қолдан ферма жасай салайыншы деп ойладым. Бүгін осыны салдым. Енді қазір, достар, так, неқта бізде екіншілік неміз. Так, бізде қазір мына заттардың ішінен, так, мына жерде семиналарды, мысалы дәнектерді осы сандыққа саламыз. Ал неқтан пшеница түссе, мысалы пшеницаны алып, мынаған салатын боламыз. Осындай қылып жасап қойдым. Так, енді, так, бізге енді не пісіру керек? Бізге картоп, мұны. Так, барлығы нормально. Енді қазір біз бұларды пісіріп несек бетейік, егіп бетейік. Міндетті түрде егіп кету керек. Сосын мына жердегі осындай так, дәнектерді алдық. Осындай жерге бір сәбіздерімізді егіп бетейік осылай. Так, опа деп егіп бетеміз. Өткен жаңа ғана, достар, пісіп тұрды, полный. Сосын біз оны алдық, достар. Енді біз қайтан егіп бетуіміз керек. Бұларды әйтпесе бұлар тұра берсе мен ұмытып кетемін, достар. Так, осылай егіп тастадық. Так, жерде бір свекланы егіп жердік дәнекпен. Сосын, достар, неққа мен семена егетін болам. Семена, наның семенасы, дәнегі, бидай. Так, егіп болдық. Сосын қайтадан салып тастаймыз. Сосын, так, мынаған салып тастаймыз. Так, енді мен қазір не істейін деп жатырмын. Мен қазір чуть-чуть сәндеп жүретін боламын. Так, бізге сәндеу үшін, достар. Так, сәндеу үшін бізге плиталар керек болады. Так, плиталарды біз алу үшін. Так, мен қазір осында синий веселокты ала салайын. Бұдан краситель жасайтын боламыз. Мысалы, мен мына жерде көк 10 краситель жасай салам. Сосын ішінде, наның ішінде, так, жүн болу керек, опа, как раз жүн 9. Бұдан қазір примерно полный жасай саламыз. 9 штуктан жасадық. Сосын ана плита айналдырамыз. Каверға айналдырамыз. Бұл каверға 12 кавер қалдық. Сосын, достар, так, сосын, так, ақ плитаға, ақ каверді ала салайық өз жерден. Ақ кавер екеу-ақ екен, достар, Опа, бар екен ғой жерде. Сосын жерде араны жою каверді ала салайық. Бол, достар.
чуть-чуть сәндеп жібереміз. Сосын так, сосын не істесек болады екен ары қарай, неғып кішкентай болып тұр достар. Қалай қошақ қойсам болады екен, Так, мен по идее достар, менде не бар айтпақшы. Так, менде кварц бар. Сол кварцпен достар мен қошақ қойсам, мына жерде мен қазір кварцым 32-ні алып алайық. Сосын анау жасаған балық фермамызға барып қайтайық. Так, достар, енді келесі бөлімде не салуға болады? Мына жерге арт жағына не салуға болады осындай? Білмеймін, арт жақтары осындай өте бір андай орын қалып қойды. Сосын ар жаққа, опа, айтпақшы, мен порталымда әдемілеп сәндеп қойдым. Алдыңғы превьюдан көрген шығарсыздар, әдемілеп қойдым. Сосын так, мына бір жол жасап қойдым дегенде достар, айтпақшы, мен жол жасағанымды да көрсетпедім достар. Мына жақта ойбай, мына сиыр қойларым, шошқаларым көбейіп кеткен. Бұларды да азайту керек, өйткені бізде қату мүмкін. Так, енді біз қазір кварц немізді алып алайық. Так, бізге қазір кедергі кетпей ма? Так, болады. Кедергі кетпейді. Так, кварцымызды осы алып аламыз да, осылай қойып қоямыз. Сосын так, ойбай, не кетті? Ойбай. Так, оп. Болды, түсінікті. Так, біз көтерілеміз кварцқа. Жерге бір нені қоя салайық. Осындай каверді қоя салам. Сосын мына жерге бір немізді қояйық осылай. Осылай. Сосын так, осылай қоя саламыз да. Осылай қоя салайық. Сильнее ме екен достар, қазір көрейік. Так, көрейікші, мына жақта мен кварцымды қойдым. Содан қазір балық шыға ма? Или шықпаса мен кварцты алып тастаймын. Қазір күтейік шамалы. Бір 10 секундтай. Так. Алдама. Так, күтейік достар. Алынбай отыр ғой, алынды. Так, ішінде. Болды. Өте керемет. Так, енді қазір мынаның сыртын. Так. Ойбай, достар, мен қазір қателесіп жатым яқтан. Алып тастаймыз да. Біз қазір осылай. Балықты осылай алу береміз. Болды достар. Так. Енді. Сосын так, осылай. Сосын так, осылай есікпен кіру үшін ішіне. Сосын каверлау қоя салайық осы жерге. Мысалы, мына жерге көк. Сосын мына жерге ақ осылай қоятын боламыз. Сосын так, сосын осылай қоршап тастаймыз осылай. Сосын так, оп. Так, бізде кварц тосылып қалды, прикиньте. 32 кварц қалай тосылып қалды? Прикиньте, 32 кварц осылай кете ма не? Так, бізде қараңғы. Ё-май, қараңғы болған қалай ұмытып кеткен достар. Так, мына жақта зомби деген маған шабуыл жасады. Так, біз қазір ұйықтап аламыз. Әйтпесе мына жақтың түндегі мобтарды көрсеңіздер, вообще шок боласыздар бар ғой. Көп негізінде мына жақта мынау шығып жатыр мобтар, скелет болсын. Мына жақта заттар жетпей қалды достар, Так, мақыл. Так, мына жақта мен қазір достар примерно осылай қоя салайын. Осылай. Сосын осылай. Болды, жетпей қалды, прикиньте, мынау да жетпей қалды. Мына жақтан онда мынаны алып тастайық онда. Так, бізде енді орындала ма екен, Балық шыға ма екен? Мына жақта төбесін жауып тастаған екен. Бізде төбеден күн түседі негізі сәулесі, содан балық шықпауы да мүмкін. Қазір көрейік достар. Так, күтейік. Хоппа. Жоқ, шықпады, Күтейік шамалы 1, 2. Айбай, мен байқамай алып қойдым. Ё-майо, так, күтейік шамалы. Так, 1, 2, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, 20-ға дейін санадық. Но, шықпай жатыр, достар, шықпай жатыр. Так, балық күн сәулесінен түсе ме екен, Так, көрейікші, мына жақтан шықпай жатыр. Так. Опа, шықты ма? Так, шықты. Түсінікті. Бұған қарамайды екен күн сәулесіне. Так, ладно, енді бізде орындалып жатыр жаймен деп. Енді қазір достар, мына мен көк каверді достар осылай қоямын.
осылай қойдық. Сосын мына жақта үстіне осылай жауып шығатын боламыз. Сосын болды достар. Так, енді так осылай. Сосын так болды, осылай қоя салайық. Сосын үстін мынаумен қоя салайық. Хоппа деп ше достар. Сосын осылай қоя салайық. Болды достар. Енді қазір мен кішігірім толтырып тастайын. До конца бітіп тастау керек. Мен қазір немді алып қайтайын. Кварцты жасаймыз қайтан. Өйткені менде қазір кварц тосылып қалды. Сондықтан так бізде мына жерде полу не екен. Так, енді қазір мынаяқтан 5 бар екен. Так, достар, мен астына түсіп қайтайын. Астында болу керек. Так, мынаяқта астында кварц бар ма екен, а? Кварц бар екен достар. Мен қазір қарным ашып кетті. Так, тамам жеп алайын. Жүріп деген достар, секіріп жүрем көбінесе, сондықтан қарным тез ашады. Так, баған негізі секірмей жүру керек негізінде. Бірақ мен секіргенді жақсы көрем. Так, достар, мен қазір кварцымызды аламыз да. Осылай қоямыз да. Неше шығады? 12 шығады. Так, 12 жетеді, я? Нормально так. Енді қазір барып қайтайық та, осыны бітіретін боламыз. Сосын келесі бөлімде достар, міндетті түрде достар, лайктарыңызды басып қойыңыздар, достар. Лайк деген маған күш береді. Сондықтан лайктарыңызды басып қойыңыздар. Так, осылай қойдық. Сосын мына жерге бір каверларымызды қойып қаламыз үстіне. Хоппана деп қойдық. Болды достар, бізде міне аяқталды. Бізде балық фермасын бітірдік достар. Өте керемет. Енді мына есігімізді қоямыз. Осындай түсе береді. Бізде осындай балық та түседі. Осындай 2 түрлі балық түседі. Немесе 3 түрлі балық. Сосын андай гнилая, осы зомбидің еті түседі. Сосын осындай иглобрюх түседі. Сосын кітапшалар түседі. Сосын тағы да бірнеше заттар, бронялар түсуі мүмкін достар. Сосын болды енді достар, енді осындай бөлім болды. Бүгін сіздердің көздеріңізше бітірдік. Көздеріңізше достар, біз осы ферманы оңай жасап достар, тиімді жасап алдық. Енді кейін тиімді ретінде балықты ала беретін боламыз. Сосын достар, осы екінші қабатта менің Арон деген мысығым жатыр. Сол мысыққа тамағын беретін боламын. Айтпақшы, мен қазір тамағын беріп тастайын. Сосын бөлімді аяқтайтын боламыз. Так, біз қазір тамақты береміз осындай. Осындай піспеген балықтар шығады. Сол піспеген балықты ол негізінде Арон жақсы көреді. Ал піскен балық берсек, оны жемейді. Яқта мен осындай 3 ит асырап жатырмын. Оны көрсетпедім. Кейінгі бөлімде иттің несін үйшін салатын кезде көрсететін боламын. Так, бізде мысығымызды тамақтандырдық. 2, 3 болды. Бір тамақ жесе де жетеді екен. Так, мына ішінде сундук, ойбай, отырбаса сундук ашылмай қалады. Міне достар, мен удочкам мынаның ішіне салып жүрген екенмін ғой. Ладно, алып алайықшы. Сосын мына міне балығын осы сандыққа салатын боламыз. Кейін тамағын берген кезде осы сундуктан алатын боламыз. Әзірге достар, мен қоштасамын. Келесі бөлімге дейін. Осы бөлім ұнады деп ойлаймын. Ал давайте. Сіздермен болған мен Данчо. Амандықта жүздескенше. Пока-пока.